Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бірге бір бағдарламасы және біздің бүгінгі тақырып қазақ баскетболының бүгіні мен болашағы. Ендеше студиямыздың қонағымен танысып болыңыздар. Қазақстан жастары құрамасы мен Астана баскетбол клубының қорғаушысы Роман Байболов. Ал бірге бір бағдарламасының серіктесі Олимпиад екенін еске саламыз. Роман, студиямызға қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Біз бүгін тақырыпты қазақ баскетболымен бүгіні мен болашағы деп алдық. Енді бүгіні де болашағы да өзің болып тұрсың. Бүгінде осы Астана баскетбол клубындағы алғашқы маусымыңды өткізіп жатсың. Қазақстан жастар құрамасында ойнап жүрсің. Жалпы баскетболға қалай келдің деген сұрақтан бастайықшы. Ең алғашқы баскетболға қадамдарым менің мектеп жасынан басталды. Досым мектепте баскетбол үйірмесі ашылды деп айтты. Сосын мен өзім ағамен бірге сол үйірмеге жазылдым. Басында қатысып жүрдік. Жай көрейік, қызығы бала болған соң доп ойнайық деп. Сосын уақыт өте келе мен осы спортқа басымен кіре бастадым. Күнделікті тренировкадан қалмай, күнделікті өзімді беріп, және осы мені осы спортқа прям алып келген, ол менің ең бірінші бапкерім Қайырқұлова Жанат. Мені үйретіп, осылай өсірген осы адамның еңбегі. Ең бастапқы қадамдарым осы мектеп кезімнен басталды. Тамаша, енді осы баскетболда қазір өнер көрсетіп жүрсің, негізі Астана Тайгерстің түлегісің. Астана баскетбол клубына биыл ауыстың, Осы бір ауысу туралы айтып берші, өзіңе ұсыныс қалай келді, қалай болды? Ұсыныс осы жазда болды. Жазда бізде жаттығулар болып жүрді, және ең басты тренер маған келіп, мені кабинетке алып келді, айтты, мені Астана клубына шақырып жатыр, олар осы бірыңғай жастар лигасы ойнайын деп жатыр, және сол командада мені көргісі келеді деп. Мен сосын келістім, жарайды деп айттым, и осы командаға келдім. Атанаң, үйдегілер қалай қарады бұл ауысқа? Жақсы қарады, айтты, өзің біл, ең бастысы өзің ыңғайлы болса болды деп, және осылай келдім осы клубқа. Енді биыл алғаш рет осы жағдай бірыңғай баскетбол лигасында, ВТБ дейміз, өнер көрсетіп жатсың. Өзің қазір қалай ол жақтағы ойын, қарсыластар, деңгей? Деңгей осы біздікімен қарағанда жоғары деуге болады. Біз үшін бұл ең бастапқы маусым, бірінші маусым. Осындай үлкен деңгейде біз бірінші рет не көрсетіп жатырық, ойын көрсетіп жатырық. Сондықтан енді ойынға ілесіп келе жатырық. Бізде осы 18 ойын өтті. 18 ойын ішінен 2 ойынымыз жеңіспен аяқталды, және осы 2 жеңіс біздің болашақтағы тағы басқа жеңістерімізге ең алғашқы сәттер деуге болады. Тамаша, енді қазір бұл жақта қарсыластар өте мықты дедің, командалар өте тәжірибелі деп жатсың. Дегенмен бұл жақтағы жас айырмашылығы, үлкен, бұл жақта 23 жасқа дейінгі неге жастар ойнайлады, бізде қазір 18-19 жастағы балдар ойнайды. Біздің құрама командамыз жартысынан көбісі әлі 18 жасқа толмаған деуге болады. Көбісі осы 17-16 жастағы балалар, және осы үшін біз үлкендерге қарсы ойнап жатырық деусек те болады. Тамаша, бұл бірінші кезекте қазір команданың алдына қойған мақсат, бұл дәл осы бірыңғай баскетбол лигасында жеңіске жету, топ жару, жүлдеге іліну емес, негізгі осы қазақ жастарын тәжірибе жинату ғой. Бұл тұрғыда үлкен тәжірибе жинап жатқандарыңа енді сенімдім. Сондықтан қазір барлық ойындарда жеңіс болып жатқан жоқ, бар болғаны 2 жеңіс дегенмен де сол ойындарда біздің қазақ жастарының жарқын өнерін көріп, жеңіске деген құлшынысын көріп, әр ойыннан жаңағыдай
тәжірибе жинап, әр ойын сайын команданың ойыны жақсарып келе жатқанын көріп, жанкүйерлер де дән риза болып жатыр. Және өзің дәл осы жеңіске жеткен ойындарда MVP, яғни матчтың үздік ойыншысы атандың. Осындай сәттерде қандай әсерде боласың жалпы? Осындай сәтте ең бастысы ойынға шығар алдында шынымды айтсам, ол бірінші ойын болды. Жанкүйерлер тола болды, трибуналардың бәрі адаммен тола болды, және осы маусым бізге ең басты болған үшін басында қобалжу болды. И ол домашний ойындардың біріншісі болды. Сосын біз командамен тұрып осы ойынды ұту керекпіз деп шықтық. Ең басты мақсатымыз ұту болды. Өйткені біз осы ойынға қарсы жеңе алатынымызға сенімді болды. Сол үшін біз ойынға шыққаннан бірінші минуттан бастап әрбір допқа құлап, әрбір жерде өзімізді күретімізді көрсетіп, осы ойынды ұттық. Осы ойын прям бізге күшті мотивация берді ары қарай ойнай беруге. Осы ойында мен үздік ойыншы ретінде атандым. И ұтуына өзімнің үлесімді қостым деп ойлаймын. Енді сенің басты жанкүйерің ата-анаң ғой қазір, Ата-анам басты жанкүйерім. Осы ойында болды ма? Иә, менің атам осы ойынға келген. Атам айтты, мен ойынға барам деді. И атамды трибунада көрген кезде екі есе күштірек ойнауға мотивация болды деуге болады. Иә. Тамаша, енді атам деп өзің айтып қалдың. Енді өзіңнің отбасың жайлы айта кетші. Сенің қазір мысалға қазақша сөйлеп жатқаныңа қарап та таңданып отқан көрермендер болуы мүмкін, осы тұрғыда мамаң жағынан ба қазақ тілінде осы бір қабілетіңнің болуы, әкең жағынан ба осы жағынан көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетсең? Мен қазақ тілін білу, ол негізінде әжемнің арқасында деуге болады. Мамам қазақ, папам орыс. И кішкентай кезінен бастап мен әжем қолында өскем. Сол үшін қазақ тілін осылай білем, және қазақ мектебін бітіргем. Отбасымда мен, үлкен ағам және сіңілім бар, и мамам бар. Тамаша. Қазір осы бір қазақ тілін білуің өзіңе де бірақ бір жағынан артықшылық шығар. Сен орыс тілді ортамен де емін-еркін араласып кете аласың, қазақ тілді ортамен де жанкүйерлердің тарапынан да, және өзіңе деген көзқарас ерекше болады ғой. Иә, көбісі басында орысша сөйлеп бастайды, мен қазақша жауап берген кезде таңғалып қалады, сен қазақ тілін білесің ба деп. Сол кезде айтамын, иә, өзім қазақпын деп. Негізінде өзім де қазақпын, өзімді орыс деп санамаймын. Сұраса, мен қазақпын деп айтамын. Иә, тамаша. Енді керемет, осы тұрғыда сенің қазақ баскетболының бүгіні мен болашағы деп те байланыстырып отырғанымыз осындан. Өзің жастар құрамасында ойнап жүрсің. Енді осы жастар құрамасындағы ойының жайлы, ол жақтағы мынау өзге қарсыластармен ойнағандағы жинайтын тәжірибең жайлы, және бүкіл елдің, бір мемлекеттің намысын қорғау, Қазақстанның көк туының астында өнер көрсету, әнұран шырқалу деген дүниелер орын алғанда өзіңе қаншалықты әсер етеді? Әсерін өте жақсы береді, өйткені ойын басталар тұрып, әрдайым біздің әнұран қосылады. Әнұран қосылған кезде ойынның алдында ол басқа бөлек нәрсе, өткені ішінен ойлайсың, сен қазақ елінің туын көтеріп, қазақ елінің артынан ойнайсың. Сол үшін мақтан тұтып, әнұранды бар жан даусымен айту мен үшін өте керемет сәт. Иә. Енді қазір өзің және осы бір тұрғыда жастар құрамасынан бөлек, қазір Астана баскетбол клубына алмасқаныңнан бөлек, жаңағы ВТБ дейміз, бүкіл әлемдік бірыңғай баскетбол лигасында өнер көрсетуіңнен бөлек, сен мына ұлттық баскетбол лигасының шекарасыз баскетбол атты жобасына қатыстың, біздің қазақ елінен қатысқан, жалпы осы сары құрлық дейміз, Азиядан қатысқан санаулы ойыншылардың бірісің. Осы жайлы айта кетші, қалай түсті ұсыныс? 2020 жылы маған Қазақстан Республика баскетбол федерациясынан звондады, айтты, мені кандидат ретінде осы лагерьға таңдады. Енді алдағыда бізден жаңалықтар күт деп. Мен күттім, маған айтты, видеоны дайында, заттарын дайында, оларға жібереміз, сосын результатын айтамыз деп. Мен күттім, сосын маған келді, олар мені қабылдады деді. Және 2023-тің жазында мен Абу-Даби қаласына бардым, сол жақта лагерь өтті. Лагерь 5 күн өтті. Азияның түкпір мемлекеттерінен ойыншылар келді. Мен үшін ол ең бірінші әлемдік деңгей болды деуге болады. Басқа жаңа таныстықтар болды, басқа тренерлермен таныстым, және көптеген өзіме мотивация жинадым. Сосын
Рас тәжірибе алмастың. Рас тәжірибе алдым, я көптеген тәжірибе алдым. Вот осылай лагерь өтті. Лагерь жақсы өтті, маған ұнады. Күнделікті тренировка істедік, бізге қалай істеу керегін көрсетті. Сөйтіп 5 күнде көптеген тәжірибе жинап, мен қайтадан еліме оралдым. Жаттықтырушылар жағы қалай болды? О жерде де жақтан келген жаттықтырушылар болды ма, әлде ұлттық баскетбол лигасында көбінесе NBA құрама командасының жаттықтырушылары болды. Солардың арасында мен ең көзіме түскен ол Тадж Гибсон. Ол қазіргі таңда әлі ойнайды, бізді тренировать етті, біздің өзіміздің командамыздың тренері болды. Өте көңіл күй адам, және бізге каждый раз мотивация беріп, бізге айтты, бұл жақсы ойнағандарың үшін деп сөйтіп мотивация берді, және осы адам маған сол тренерлардың арасында ең қатты ұнаған осы. Тамаша. Енді қандай айырмашылық бар екен енді? Қазір сен осы бірыңғай баскетбол лигасында жүрсің, ұлттық құраманың, жастар құрамасының деңгейінде жүрсің. Астана Тайгерста болдың, Астана баскет клубындасың қазір. Енді осы тұрғыда қазір ұлттық баскетбол лигасының енді азиялық бөлігі ғой бұл жерде. Соның өзінде де бір кәдімгідей деңгей білінеді шығар, деңгей білінеді. Басында біз шын керек айтсақ, қатты прям жақсы ойнай алмадық. Әрең бүйтіп үйреніп келдік. Өйткені арамыздағы деңгей білінді. Оны жасыра алмаймыз. Басындағы ойындар бізге өте қатты күшті аяқты деп айта алмайдық. Бірақ қазір уақыт өте келе, тәжірибе жинай бере, біз бүйтіп келе уже бірге қатарласа ойна бастадық деуге болады. Тіл жағы қалай болды? Тіл қай тілде? Ағылшын тілінде сөйледіңдер ме? Ағылшын тілінде сөйледік, ағылшын тілінде сөйледік, және адамдар болды қазақша білетін. Біздің тоже баскетбол федерациясына адамдар келіп көмектесті. Бірақ ең бастапқы тіл ол ағылшын тілі болды. Тамаша. Енді осы ұлттық баскетбол лигасы ғой, енді бүкіл әлемнің баскетболдың шыңы ғой, енді осындай бір жаңағы мықты өзің теледидардан ойынын көріп, жаңалықтардан атын оқып жүрген жағдай ойыншылар келіп сендерге мастер-класс көрсеткенде бір өзіңе де бір жол ашылғандай болған шығар, болды ондай. Көптеген сол NBA игроктары келді, бізге мастер-класс көрсетті, мотивационный сөздерін айтты. Сол кезде ойлайсың, мен де осындай деңгейде ойнағым келеді, және ол ары қарай жаттығып деңгейді көтере беруге мотивация көп береді. Тамаша. Қазір Роман, біз ұлттық баскетбол лигасы жайлы, жалпы қазақ баскетболының болашағы жайлы әлі де айтамыз. Бірге бір бағдарламасында аздаған үзіліс. Құрметті көрермен, біз бірге бір бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ баскетболының бүгіні мен болашағы, және дәл осы болашағымен тікелей байланысты. Роман Байболов студиямызда. Біз, Роман, қазір өзіңнің біраз осы баскетболға қалай келгеніңді, және ұлттық баскетбол лигасының шекарасыз баскетбол жобасына қатысқаның жайлы біраз айттық. Өзің қорғаушы позициясында ойнайсың, шабуылдаушы қорғаушы де сенің осы жұмысыңа, алаңдағы паркеттегі қызметіңе кіреді. Дегенмен сенің бойың қазір 1.91, 1.90. Бұл қаншалықты қалыпты жағдай болып есептеледі баскетболда 1.90 бойы? Бұл ең жоғарғы деңгей деуге болмайды, өйткені көбісі 2 метр деуге болады, 98 деуге болады. Менікі орташа бой деуге болады. Бұл қаншалықты өзіңе кедергі келтіреді, немесе басымдық береді? Кедергі келтірмейді. Керісінше мен ойынша бұл жақсы бой, өйткені қимылдауға да еш қиыншылығын келтірмейді. Керісінше жылдам қимылдауға әрекет етеді. Тамаша. Енді әр адамның өзі бір жаңағыдай басында, ойын барысында болсын, қызықты жағдайлар орын алады. Мәселен, мен осы эфирге дайындалып отқан кезде бір естелік оқыдым. Бұл Иман Шамперттің, жаңағы әйгілі америкалық баскетболшының ең алғаш рет өзінің Коби Брайантқа қарсы өткен ойынын еске алады да, онда ол былай айтады. Мен Коби Брайантқа қарсы өткен алғашқы ойында дейді, 3-ші кезеңге дейін Кобидің қанша ұпай жинағанын есімде жоқ, бірақ бір білетінім, оның бірнеше рет добын тартып алған болатынмын. Тіпті ойыннан кейін Кобиді тоқтаттым деп, ағама қалай мақтанып жатқанымды елестетіп те үлгердім көз алдыма.
Бірақ 4-ші кезең басталар алдында Коби маған келіп, сен бала жақсы ойнадың деп миығынан күлгенде ғана мен Кобидің оған дейін әшейін жүргенін, бар күшін салмағанын түсіндім. Түсіндім де таң қалдым. Шындығы сол 4-ші кезең барысында мен Кобиді бірде-бір рет тоқтата алмадым. Бірде-бір рет оның добын тартып ала алмадым. Және себебі ол бір фейк памп, екі фейк памп жасайды да мені оп-оңай айналып өте береді. Содан соң тайм-аут алғанда бапкерім менен не болып жатқанын сұрады. Ал мен бапкеріме қарап, не болып жатқанын өзім де түсінбеймін. Мен оны қалай тоқтатарымды білмеймін деп басымды шайқадым. Және себебі оның алғашқы 2 қимылын тоқтатсам, ол 3-ші қимылын жасап ақыр өтіп кете береді. Бұл менің өмірімдегі ең қиын қарсылас, ең үлкен сабақ болды деп өзінің сөзін қорытындылайды. Осы секілді өзіңнің басыңнан өткен оқиға бар ма? Осы оқиғаны естіп пе едің мәселен? Осы оқиғаны естідім, көбінесе естідім, және оны кітаптан да оқығам. Өзім осындай оқиғадан өткенмін. Ұлттық құрама командасында ойнаған кезде Қытайға қарсы ең бірінші ойынымыз. Ол менің осы халықаралық аренада ең бірінші ойындарымның бірі. Мен ойынға шықтым, Қытайға қарсы ойынға шықтық. Олардың бойлары менен 2 есе үлкен болды деуге болады. Олар еще бізден қарағанда шапшаңырақ болды, тезірек болды. Көрініп тұр, что бізден қарағанда олар шапшаң қимылдайтынын. И сол кезде өзім басымнан өткен осындай жағдайым бар, что Қытай құрама командасы бізге қарағанда несі жақсы деп, ойыны жақсы болатын деп. Енді өзіңде осындай жағдайлар болды деп тұрсың ғой, енді өзің қарсы ойнаған мүмкін жаттығу барысында болсын, бір жолдастық кездесу барысында болсын, немесе осындай лига жарысында, немесе жастар құрама сапында болсын, ең атақты қарсыласың есіңде ме? Ең атақты қарсыласым. Ең мықты ойыншы өзіңе кездескен. Шабуылын тоқтату қиын болған. Мен үшін, менде ол қазір мен бір клубта ойнайды. Оның аты Арсен Талғатов. Біз кішкентай кезімізден бері бір-бірімізге қарсы ойнаймыз. Мектеп лигасында да ол 30-ші мектепте оқитын, мен 61-ші мектепте оқитын. Мектеп лигасында маңызды ойындарымыз оған қарсы түсетін. Сол кезде біз бір-бірімізге қарсы ойнайтынбыз. Сол кезде оны ұстау қиын, ол мені ұстай алмайтын, мен оны ұстай алмайтын. Осы ең қиын қарсыластардың бірі осы Арсен Талғатов деуге болады. Тамаша, керемет. Енді қазір осы өзің айтып отырсың, енді Арсен Талғат болды ғой, енді қазіргі жағдайдағы өзіңнің өміріңде кездескен ең қиын қарсылас деп отырсың, бала кезден танимын деп отырсың. Дегенмен енді сенің баскетболға келуіңе, оған қызығуыңа, үлкен бір армандар құруыңа, енді әйгілі баскетболшылардың өнері, өмірі әсер етеді ғой? Әсер етеді. Өзіңнің өміріңде осындай бір керемет бір кумир тұтатын баскетболшы бар ма? Көбісіндегіде менікі кумирім Коби Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс деуге болады. Олардың кішкентай кезінен бастап. Ол кезде бізде ұялы телефон болмайтын, кішкентай кезімізде мамамыздан, тәтемізден бет телефон ұстап алып, ютубта ашып, солардың мотивационный видеоларын қарап отырып, не істейді, нешеде тұрады деп кішкентай кезінен бастап, оларға ұқсайық деп олардың заттарын істейтінбіз, оларға бүйтіп жанкүйер болып, олардың заттарын істеп, сөйтіп олар бізге кішкентай кезінен бері осындай қазіргі жасқа дейін мотивация беріп тұрады. Енді Майкл Джордандардың баскетболды қойып кеткеніне қанша уақыт болды? Тіпті қазір Коби Брайанттың өзінің баскетболды қойғанына біраз болды. Қара Мамба деген аты бүкіл осы баскетбол әлемінде әлі де Коби Брайантпен тікелей байланысты, және Коби Брайанттың тағы бір ерекшелігі, ол бір тұрақтылықтың да символы. 20 жыл бойы бір клубта Лос-Анджелес Лейкерс сапында өнер көрсетті. Жалпы қаншалықты осы бір тұрғыда Коби Брайанттың ойынымен таныссың, және қаншалықты зерттедің, және оның бір клубта 20 жыл өткізуі қаншалықты өзіңе бір үлгі болды, сабақ болды? Бір клубта 20 жыл болу деген ол негізінде өте керемет, өткені сен бір клубта болғанымен сен 20 жыл бойы бір клубқа ойнайсың, және сенің ол клубтың ішіндегі рөлің өте маңызды дегенін білдіреді, және то, что сен сол клубтың ішінде ерекше екенін білінеді. Мен кішкентай кезімнен байқағаннан Коби Брайантта өзінің дисциплинасы бар. Күнделікті өзінің дисциплинасын сақтайды. Содан осы 40 жасқа дейін осындай мықты ойын көрсеткені, осы оның осылай дисциплина сақтауы деп ойлаймын.
Иә. Тамаша, енді неге мен қазір Коби Брайантты ерекше тоқталып мысал қалдым? Талай осы баскетбол аңыздарының ішінде Коби Брайант та өзің секілді шабуылдаушы, қорғаушы, позициясы менің тұрғыда позициямда ойнаған, былайынша. Енді қазір Лос-Анджелес Лейкерс деп қалдық, енді осындай клубта 20 жыл ойнау сенің деңгейіңді де білдіреді. Клубқа деген махаббатыңнан бөлек, сенің егер деңгейің сол команданың алдына қойған мақсатына, амбициясына сәйкес келмесе, сенімен жылы жауып, шапан жауып, ертерек қоштасуға асығады ғой. Ал сені 20 жыл бойы жібергісі келмесе, демек осындай деңгейдегі команданың сенде мақсатына лайық болдың деп білеміз. Енді өзіңе осындай бір қиялдар бола ма, армандар, ұлттық баскетбол лигасында өнер көрсетіп жүрсем деген? Кішкентай кезімде армандарым болатын. Мен осы өскен кезімде халықаралық аренада өзімді көрсетейін, ойнайын деген. Кішкентай кезімде менен де интервью алатын, келіп сұрайтын, өзімді 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін кім деп көресің, кім деп елестетесің, қандай клубта елестетесің деп. Мен айтатын осы Астанада халықаралық аренада ойнап, осы жақта өзімнің деңгейімді көрсетсем деп армандайын деп. Енді уақыт өте келе осыны көріп, еске алып түсінемін. Вот мен қазір осы халықаралық аренада өзімнің атымды шығарып, өзімнің деңгейімді көрсетіп отқаным. Иә, қазір сен осы бірыңғай баскетбол лигасында тек қана Астананың намысын қорғап жатқан жоқсың, сен қазақ баскетболының намысын қорғап жатсың ғой. Ұлттық құрама командамда Қазақстан деп атын шығарып отырық. Иә. Дегенмен енді біз білеміз, мәселен, мен өзім футболға қызығамын. Футболда жанкүйерлер фанаттар болады, жаңағы олар Реал фан, Барса фан, Челси фан деп бөлінеді, мәселен. Сол секілді өзіңде бір баскетболда осындай клуб бар ма? Мәселен, мен үшін әлемдегі ең мықты клуб Мадридтің Реалы, немесе каталониялық Барселона, лондондық Челси, немесе Ювентус, Манчестер Юнайтед деген секілді. Баскетболда өзің бір армандайтын, ендігі бір арманымда, қиялымда менің өнер көрсеткім келетін клуб осы дейтін. Сол жаңағы әңгіме жалғастырып, ең мықты клуб мен ойымша Лос-Анджелес Лейкерс клубы деп ойлаймын. Кішкентай кезден армандайтын еді, біз осы клубта ойнасақ қой деп. Если бүйтіп қиялдайтын болсақ, арманның бірі сол Лос-Анджелес Лейкерс командасында ойнау. Тамаша. Қазір осы сенің арманың жайлы әлде жалғастырамыз баскетбол тақырыбын. Құрметті көрермен, бірге бір бағдарламасында аздаған үзіліс. Бірге бір бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қазақ баскетболының бүгіні мен болашағы тақырыбымыз. Студиямызда Роман Байболов. Роман, енді қазір біраз дүниені қиялдап қайттық. Тіпті сенің түпкі арманың осы Лос-Анджелес Лейкерс екенін білдік дегенде, сол өзің жаңағы үлгі тұтатын, бір тұтатын Коби Брайанттың жолын берсін деп саған тілекшіміз. Және енді қазір жағдайға қайтып келсек, биыл бірінші рет осы бірыңғай баскетбол лигасында өнер көрсетіп жатсыңдар. Енді жанкүйерлер арасында ВТБ деген атпен жақсы таныс. Қазір ресейлік, ол жақта енді баскетбол бұрыннан дамып кеткен, біздің елге қарағанда әлдеқайда жоғары академиялар бар, қалыптасқан. Осы тұрғыда біздің қазақ баскетболшыларының деңгейі, қазақ баскетбол мектебі мен осы Ресей баскетбол мектебінің деңгейінде қандай айырмашылық бар, қандай ерекшелік бар, айта кетсең? Айырмашылықтары Ресей құрама командаларында баскетболда кішкентай кезінен алып келеді, және кішкентай кезінен бастап өздеріне арналған программалар береді. Кішкентай кезінен бастап жаттығатын, сол программаға үйренетін, және содан басқа олардың өздерінің жаттығу деңгейлері де басқа біздікіне қарағанда. Но бірақ біздің Қазақстан деңгейі де өте астыда келе жатыр деп айта алмаймыз. Өйткені бізде де уже қаншама жылдан бері деңгей өсіп келе жатыр. Қазіргі таңда уже Қазақстан командалары, біздің Астана командамыз халықаралық аренада деңгей көрсетіп, біздің және основной командамыз Васыл лигасында ойнап көптеген уже деңгейлер көрсетіп жатыр. Бізді осы бірыңғай ВТБ лигасында ойнап өзімізді көрсетіп келе жатырық. Әлі бұл сезонның басы,
сезонның басы, сол үшін де әлі алдымызда өте көп ойындар болады, өте маңызды ойындар болады. Сондықтан қазір уақыт өте келе мен айта аламын, біздің команда осы бірыңғай лига ВТБ-сында жақсы деңгей көрсете алады деп. Сол үшін осы үшін біз күнделікті командамыз бірге тренировка жасап, әрбір осы лиганың командаларын разбирать етіп, оларға қарсы дайындаламыз. Келесі ойындар бізде осы қазір Оралмашқа қарсы ойындарымыз басталады. Соған қарай дайындап жатыр, және декабрьдің соңына қарай бізде осы үйіміздегі ойындар болады. Ол ЦСКА қарсы және Енисей командасына қарсы. Сол кезде біз жақсы ойын көрсетеміз деген ойдамын, және барлықтарын сол ойында күтеміз. Тамаша. Енді мынау өзің Астана баскетбол клубындағы биыл алғашқы маусымың, бір қалада орналасқан командалар, біреу Астана Тайгерс болсын, қазір Астана болсын. Енді саған қала ешқандай таңсық емес, дегенмен командада айырмашылықтар бар шығар, ондағы жасалған жағдай бойынша. Бүгінгі командаң жайлы айта кетейік. Астанада қандай ерекшеліктер байқадың, өзіңе не ұнады, бәлкім не ұнамайды дегендей? Астана баскетбол командасы мен бұрыннан таныспын, бұрыннан білетін. Өткені біз бұрыннан бері мен Астана Тайгерс командасы ойнаған кезде де Астанаға қарсы ойнайтынбыз. Бұл жақта жаттығу барысы өте керемет өтеді. Біздің тренерский штабымыз өте керемет, оларға үлкен рахмет. Және біздің команданың ойыншылары маған бұрыннан таныс, бәрін жақсы білем. Даже кейбір балалармен бұрыннан бірге ойнайтынбыз. Сол үшін маған бұл командаға бүйтіп кірісіп кету өте қатты қиын болмады. Сондықтан мен олар жақсы жолмен қарсы алып, мен бұл командаға тез үйреніп кеттім. Маған бұл командада бәрі қатты ұнайды. Тамаша. Енді Астанадағы осы бір өзіңнің карьераңа сәттілік тілейміз, мәнсабыңа. Дегенмен сол Астана Тайгерс сапындағы, бәлкім өзіңнің осы баскетболдағы ең алғашқы бапкеріңе әлде бір хабар алмасып байланысқа шығып тұратын шығарсың, өзіңнің алғашқы бапкерің жайлы бір ауыз айта кетсең болады осы жерде. Эфирде бәлкім алғыс айтарсың үлкен баскетболға жол ашқанына. Менің осы профессионал болғаннан бері ең бірінші тренерім, ол менің Михаил Максимович тренерім. Менің Жанат Қайрықұлыдан шыққан соң, мен сол адамға бардым. Кішкентай кезімнен бастап, сол маған үйретті, қалай ойнау керек. Мені жарыстарға апарып, үйретті, осындайға шығарып бергеніне үлкен алғысын айтамын. Өйткені ол адам болмаса, мен қазір осы жерде отырмайтын едім. Қазір де бір кейде ойындардан кейін өзіңе жанкүйер болып хабарласып, ақылын айтып, құттықтап тұрады шығар жеңістерден кейін. Жазып тұрады, сұрайды, ойындар айтады, ойындарыма келеді, құттықтайды, поддержкасын береді, айтады, өйстіп жазып тұрады. Бірге хабарда боламыз. Тамаша. Енді қазір расымен өзіңнің осы баскетболдағы арманыңды көріп, және қазіргі бірыңғай баскетбол лигасында, осындай халықаралық аренада біздің қазақ жастарының өнер көрсетіп жүргеніне көріп, өзім қуанып жүрмін. Жалпы баскетбол, осы бірыңғай баскетбол лигасы пайда болып, онда Астана өнер көрсеткен кезде де біздің арманымыз осы еді. Тек қана қашан осы өзіміздің отандық ойыншылар, қазақ баскетболдың түлектері ойнайды екен. Бұл бір жағынан біздің ұлттық құрамаға да жақсы болады деп ше, олимпиада ойындарына, өзге де жарыстарда, байрақты бәсекелерге дайын болу үшін деген секілді. Енді қазір қазақ жастарының ойнап жүргенін көріп отырмыз. Нәтиже де алдағы уақытта болады деп ойлаймыз. Енді біздің осы Астанадағы баскетболдың жағдайы жайлы айта кетсең, жастарды қалай тартуға болады дәл осы баскетболға? Қазіргі таңда бізде тек қана осы біздің жастар клубы ғана емес, одан да бізден де кішкентай бар, олардан да кішкентай. Қазіргі таңда Астана баскетболы өте қатты дамып келе жатыр. Өйткені жанкүйерлер де көп, ойнағысы келетін адамдар да көп. Сондықтан Астанада баскетбол өте қатты танымал деуге болады, және бұл спортқа сұраныс та өте үлкен. Енді қазір баскетбол жайлы айттық. Дегенмен әр адамда бір түрлі таңдау болады. Енді сенің таңдауың қазіргі өзіңнің өміріңді байланыстырып отырған спорт, бұл баскетбол екені белгілі. Дегенмен де Роман баскетболист болмағанда басқа қай спортты таңдар еді? Бәлкім басқа қандай мамандықты таңдар еді? Баскетбол болмағанда мен футболды таңдайтын едім.
едім. Өткеннен кішкентай кезімде баскетболға енді келген кезде мен сонымен қоса қатар футбол ойнайтынмын. Воротада тұратынмын, кішкентай кезде балалармен ойнайтынбыз. Сол кезде футболға да қатты қызығатынмын, футболды қарап, өзім сол воротаға тұрып, ойын қызық болатын. Сонымен егер баскетбол болмаса, мен футболға кетер едім деп ойлайтынмын. Тамаша. Ал енді спорттан бөлек өзіңде өміріңде қандай тағы да қызығушылықтар бар, хобби бар дегендей? Спорттан бөлек бос уақытымда мен көбінесе өзім отбасыммен өткіземін, достарыммен өткіземін, серуендеуді жақсы көремін. Астанамыз біздің өте әдемі, керемет, сондықтан күнделікті кешкісін бізде демалыс күндері болса, өзім достарыммен, отбасыммен серуендеуге шығамын. Және кино қарауды жақсы көремін. Көбінесе уақытым кино қараумен өтеді. Тамаша. Ал енді қазір өзің айтып жатсың, бос уақытыңды қалай өткізетініңді. Дегенмен өздеріңнің ойындарыңнан бөлек бұл Астана баскетбол клубының негізгі командасы бар, олар Жасыл лигасында ойнайды деп жатырмыз ғой. Сарықұрлықта Азиядағы мықтылармен өнер көрсетеді. Олардың да матчтарын барып тамашалайтын шығарсыңдар, әрине. трибунадан көріп. Әрине. Матчтар өтеді, біз командамен қоса жиналып, матчтарына келеміз, оларға болеть етеміз, отырамыз, ойындарын қарап отырамыз, және өзімізге керекті заттарды олардан қарап, алып соларды ойындарда қолданамыз деуге болады. Бүгінгі Астана баскетбол клубының негізгі құрамында қай ойыншыларды өзің жақсы танисың, қай ойыншылардың өнері ұнайды өзіңе? Маған таныстар ол Роберт Пан, Жигулин, Рустам Мурзагалиев. Оларды біз кішкентай кезінен бастап осы клубқа келмей, кішкентай кездерімізде олар Қазақстан құрама командасында ойнайтын еді. Солардың ойындарын қарап, сөйтіп жүретін еді. Қазіргі таңда біз олармен бірге бір клубта ойнаймыз деуге болады. Сондықтан соларды біз кішкентай кезімізде қарап, соларға жанкүйер болатын едік. Роман, енді қазір сенің осы Астана баскетбол клубының енді жастарының намысын қорғап жатсың ғой. Дегенмен негізгі мақсат, жаңа өзің айтқан, негізгі құрамда өнер көрсету. Дегенмен өзіңде әлі 1-2 жылдай уақыт бар ғой, осы негізгі құрамға өнер көрсету. Осы тұрғыда команданың басшылығы да осы жастармен кездескенде айтыпты, егер 21 жасқа дейін өздеріңді көрсетіп үлгермесеңдер, сендермен қоштасамыз деген секілді. Осы бір әңгіме жайлы айта кетші, өзіңе қаншалықты әсер етті, қаншалықты мотивация болды? Бұл туралы естіген кезде бізге көптеген мотивация берді. Өйткені уақыт өтіп бара жатыр, уақыт бір жерде тұрмайды. Сол үшін бізге күннен күнге күштірек болу керек, күннен күнге ынтамызды беріп, жаттығуда өзімізді барлық 100%-ға берілу керек. Біз сол үшін де біз күнделікті өзімізді дайындаймыз. Болашақта осы негізгі құрама командамен бір деңгейде ойнап, осы халықаралық аренада деңгейімізді көрсетуге. Тамаша. Енді қазір өздерің тек қана осы бірыңғай баскетбол лигасында өнер көрсетіп жатсыңдар, Қазақстан чемпионатында ойнап жатқан жоқсыңдар? Жоқ, тек қана осы бірыңғай ВТБ лигасында ойнап жатыр. Қазақстан чемпионаты жайлы айта кетші, енді өзің алғаш осы Қазақстан біріншілігінде өнер көрсеткеннен кейін бүгінгі осы бірыңғай баскетбол лигасына ауысқанға дейінгі деңгей өсіп жатыр ма Қазақстан чемпионатының? Мен ең бастапқы жарыстарым осы Қазақстан чемпионатында 10-11 жасымнан басталды. Мен ол кезде 2004-2003 жылғы балалармен бірге ойнайтын, кішкентай болып мені жарыстарға апаратын. Сонымен жылдан жыл келе, осы көптеген жылдар бойы 18 жасқа дейін мен Қазақстан чемпионатында ойнадым. Және осы қаншама жыл өте келе мен айта аламын, Қазақстан деңгейі жылдан жылға өсіп келе жатыр. Және оның популяциясы да жылдан жылға көбейіп, және жанкүйерлер көбейе бастады. Тамаша, енді жаңа бұрын өзің айттың, менен сұраған кезде өзіңді 5 жылдан кейін қалай елестетесің деген кезде, қайда ойнағаныңды елестетесің деген кезде, мен Астана сапында ойнап жүргенімді елестететінмін деп, сол кезде ойнаймын, негіз құрамға өтемін, жағдай бірыңғай баскетбол лигасында ойнаймын деген секілді, осындай бір мақсат болды деген. Ендігі бір 5 жылдан кейін, қазір 2025 жыл, 2030 жылы біз Романды қалай елестетеміз? Өзің қалай елестетесің?
ендігі 5 жылда мен өзімді осы біздің клубымыздың негізгі командасымен бірге ойнап, өзімді күшімді сол клубпен бірге салып, және де осы айтқанымдай халықаралық аренада тек қана осы Қазақстанда емес, басқа да қалаларға шығып, соларға қарсы ойнап, өзіміздің Қазақстанымыз туын көкке көтеріп ойнауды армандап, негізінде өзімді 5 жылдан кейін осылай көремін деп ойлаймын. Жаңа өзің армандаған Лос-Анджелес Лейкерстің деңгейіне Роман Байболов 5 жылдан кейін жете ала ма, жете алмай ма? Онысын айту қиын, өткен ол кішкентай кезіміздегі арманымыз болған. Қазір көзімізді ашып қарасақ, ол үшін бізге өте жоғары деңгей керек. Сол үшін де ең бастапқы маңызды мақсатым ол мені қазіргі Қазақстан құрама командасына ойнап, және де осы Астана клубында негізгі құрама командамен бірге бір деңгейде өнер көрсету. Роман, қазір біз 5 жылдан кейінгі өзіңнің карьераң жайлы, арманың жайлы сұрап отырмыз. Дегенмен өткенге де бір шегініп қоюға болады. Мәселен, 5 жыл бұрын осындай сұрақтар болды дедің ғой. Егер қазіргі Роман Байболов өзінің 5 жыл бұрынғы, 14 жастағы Роман Байболовты көрсе, қандай ақыл кеңес берер еді? Өзіме мен нені дамытуға, неге көбірек көңіл бөлуге? Көбірек мен көңіл бөлуге тек қана өзімді физикалық тұрғыда дайындамай, және де өзіне психикалық тұрғыда, және де өзінің интеллектімді дамытып, баскетболды әрбір жерінен дамытуды осылай өзіме кеңес берер едім. 14 жастағы Роман. 14 жастағы Романға, тек қана допты жерге ұрмай, сонымен бірге менімен ойнауды да, площадканы жақсырақ көруге де осындай кеңес беретін едім. Тамаша. Енді қазір өзіңе кеңес бере алмасаң да 5 жыл бұрынға, дегенмен баскетболды енді бастап жатқан балақайларға кеңес берсең болады. Дәл осы үлкен баскетболға енді қадам басып жатқан кішкентай балалардың үлкен армандарын орындау үшін не істеу керек? Ең бастысы ол өздеріңді ешқашан аямай көптеген жаттығулар істеп, қолдарыңызды ешқашан түсірмеңіздер. Егер шын жүрекпен сенсеңіздер, сіз любой жерде ойнап кете аласыз. Сол үшін өздеріңізге сеніп, тек қана алға жүріңіздер. Сондай кеңес бере аламын. Тамаша. Енді өзіңе де сәттілік тілейміз. Роман, біздің студиямызға келіп, қазір өзіңнің арманыңмен бөлістің, мақсатыңмен бөлістің. Енді сенің арманың бұл бүгінгі таңдағы барша қазақ баскетболының жанкүйерлерінің арманы. Себебі бізде Қазақстан құрамасының Олимпиада ойындарында қатысып, жүлде алып, өзің армандаған жағы Коби Брайант секілді 2 дүркін Олимпиада чемпионы болған баскетболшылардың тізімінде қазақ балаларының да тұруын көргіміз келеді. Бұйыртса, саған да сондай сәттілік тілейміз. Алдағы матчтарыңда сәттілік өзіңнің командаңа да тілейміз. Сондықтан қазір өзіңнің жанкүйерлеріңе, Астана баскетбол клубының жанкүйерлеріне бірге бір бағдарламасының эфирін пайдаланып сәлем жолдасаң болады. Ата-анаңа алғыс айтсаң, рахмет айтам десең бе, сәлем жолдайым десең. Ең бастысы ата-анама үлкен сәлем жолдаймын, достарыма бәріне үлкен сәлем, мені жақын туыстарыма, мені білетін адамдарға бәріне үлкен рахмет, мені қолдағандарыңызға және мені сеніп, мені мақтан тұтатыныңызға үлкен рахмет, бәріне рахмет. Команда жанкүйерлері? Команда жанкүйерлеріне сіздерге де үлкен рахмет. Өткені сіздер де біздің осы отбасымыздың бір бөлігі болып саналасыздар. Сондықтан сіздерді осы бізге декабрьда болатын ойындарға шақырамыз. Өткені сіздердің бізге көмектеріңіз керек, қолдағандарыңыз керек. Сол үшін сіздерді осы алдағы ойындарда күтеміз. Рахмет. Роман, біздің бағдарламамызға келгеніңе, уақыт бөлгеніңе, барлық арманыңның орындалуына біз тілекшіміз. Құрметті көрермен, бірге бір бағдарламасының бүгінгі тақырыбы қазақ баскетболының бүгіні мен болашағы болды. Студиямыздың қонағы Қазақстан жастар құрамасы мен Астана баскетбол клубының қорғаушысы Роман Байболов. Ал бірге бір бағдарламасының серіктесі болған Олимпиад екенін еске саламын. Жеңісті күндерде жүздескенше бай, қуатты болайық.